жақтан өтіп келе жатсам бір жиденің басында бір қырғауыл отырған дейді, жақын жер дейді. Соны бір аттым дейді, одан ұзақтағыны үш паратқан атып жүрген мерген адам ғой кісі. Сөйтсем қырғауыл бір көтерілді де қайтып түсті дейді. Сосын екі жерде аттым дейді. Сөйтсе тағы да көтеріп тағы түсті, балық тимеді дейді. Сол кезде ойыма түсті, тоқтап қалдым дейді жаңағы. Тоқтап қалдым дейді. Өйткені бұны ойыма алғаным Мылтықбайдың бабасы Баймұты деген кісі болған. Сол мал жайып жүреді екен, аң жеген кісі. Аңдады деген қырғауыл атады. Сол бір күні сол аңнан келе жатса, төбедесінен жоғарыда аспанда әуеде қаздар өтіп бара жатыр екен. Соны атайын деп, соны дәлдей берген кезінде жаңағы бір зор дауыс қаяқтан шыққанын білмейді. Ей, Байбота депті. Жердегі аңды қойып енді аспанда құсқа шықтым ғой депті. Кім айтты деп бүйтіп қарай бақтың кезде бас айналып қалыпсызды. Сол жерде жатып қалған, соны бір мал қарап жүрген біреу тауып алып үйіне апарыпты. Сонымен 9 жыл басыр болып 9 жыл жатты дейді. Аңның кез ұрған дейді. Мылтығың айтсын ойда. Сонда жағдай болып қалама деп мен қырғауылды жүріп атпадым. Бірақ содан ұзамай бір бәле ұшырадым дейді, бір оқиғаға.